Birde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldına bir kişi geldi. O Allah'ın elçisi, men işim ağrıp жатыр dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğan bal iç dedi. Asil, müyet var mı? İçti de ketip, o Allah'ın elçisi, men işim koymay жатыр dedi. Jene ağrıp жатыр dedi. Jene bar da bal iç dedi. Ekinci jene gelip, o Allah'ın elçisi, mende em bolip atkan jok dedi. Jene iç dep aytты da. Jene içip keledi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aldına kelген wagtda aytadi. Jene men işim koygan jok, o Allah'ın elçisi degen кезде Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Senin karnın ötürük aytıp жатыр. Allah Taala ötürük aytpaydı. Kur'an-ı Kerim'de fihi şifa'un linnas. Balda adamlar em бар деп aytkan, бар жана ичкин деп кайттан жиберет. Ниетиң дұрыста деген әңгіме ғой. Сахаба барады және бал ішеді, іші жазылады ғой, көрдіңіздер ме? Бұл деген нәрсені адамның сенімде, адам маған басқа ем жоқ, мен осыдан емделемін дейтін болса, одан ем болуы мүмкін, бірақ оның жауабы бар да қияметте. Өйткені адам ниетіне көп нәрсе байланысты деген да. Бізде қазақта құнт дейді ғой, біреуге дем салдыруға баратын болсаң, емшіге баратын болсаң, құнт қылып бар дейді. Ол деген нәрсе ықыласпен бар деген әңгіме ғой. Сол үшін құрметті ағайын, бізге ол мына өмірде бір пайдасы, немесе бір емі бір бар секілді болуы мүмкін, бірақ оның емі жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, Алла Тағала арам еткен нәрселерді адам баласы үшін ем жасаған жоқ деп. Сол үшін құрметті ағайын, арақтың ешқандай емдік қасиеті жоқ. Тек қана адамға зиян, адамның отбасына зиян, адамның адами қасиетінен қорқытатын да осы ішімдік, құрметті ағайын. Мына жерде Жүсіп Баласағұн бабамыздың сөзін оқығым келіп отыр. Шарап ішпей бәледен жүр қашықта дейді. Қараң, шарап ішпей бәледен, оны бәле деп жатыр арақтан. Жүр қашықта дейді. Байқа атанба зинақор да пасықта. Зинадан сақ бол, ұзақ бол, пасық болма деп жатыр. Сақ бол, шарап зинақорлық күйгізер, олар тонның кедейліктігін кигізер дейді. Бұл айтқан уақытта арақ іштің ба, зинақорлық жасадың ба, сені кедейлік күтіп тұр. Соны байқа деген әңгіме ғой. Өйткені ол нәрсе адамға сол кейіпті кедереді. Зинақорлықтың нәтижесі кедейлік дейді. Ішімдіктің нәтижесі де кедейлік. Ішімдіктің де нәтижесі, құрметті ағайын, қорлық болады. Ертең қартайған кезде ешкімнің алдында қадір қасиетің, абыройың болмай қалады. Кейде бала шағаңда қарамай қояды. Құрметің кетіп қалады, сыйың кетіп қалады. Құдай бұдан сақтасын, құрметті ағайын. Және халқымызда әдемі сөз бар ғой, арақ атаңнан қалған ас емес дейді ғой. Ол деген нәрсе қазақ бұрын арақ ішпеген екен де, құрметті ағайын. Қараңыз, және әдемі сөз, қызың арақ ішсе дейді, қызығының кеткені, ұлың арақ ішсе, ырысыңның кеткені дейді. Әдемі сөз. Қыз бала арақ ішетін болса, қызығың кетті деп жатыр, болды, бітті. Ұлың арақ ішетін болса, ырысың, берекең бәрі кетті деп жатыр. Сол үшін, құрметті ағайын, арақтың қай түрі болса да, ол шариғаттағы тыйым салынған.